Саламатсыздар ма достар? Бұл видео академия жазығым бойынша сауалнама жасауды және мәліметтерді R бағдарламасы арқылы қалай талдау керек екендігін үйрететін видео. Жалпы ғылыми талдау екі әдістен тұрады. Біріншісі сандық әдіс, екіншісі сапалық әдіс. Біз бұл тарапта сандық әдіс қолданамыз. Оның ішінде статистика мәліметтерді және сауалнаманы. Сіздер сауалнаманы көп пайдаланған, академиялық жұмыстарыңызда сауалнама көп пайдалануға байланысты мен сізге сауалнама қалай жасау керек екенін көрсетемін. Google арқылы жасау ең қарапайым жолы. Бірінші ретте Google поисковигіне Google вопрос деп енгізесіз. Сол жерде сізге дайын шығады. Одан соң открыть Google форму, дайын формаларды аласыз. Сол жерде новая форма, дайын шаблон бар. Дайын шаблон әмбебап, сіз өзіңіздің сауалнамаңыздың атын өзгерте аласыз. Мысалы, өзіңіздің мақсатыңызға байланысты, мысалы, менің сауалнамам бұл жақта сөйтіп жазсақ болады. Одан кейін сауалнамаңыздағы жауаптарды өзгертуге, қосымша жауап қосуға, сұрақтарды өзгертуге сіздің мүмкіндігіңіз бар. Осыдан соң отправить басасыз, кімге дегенде мысалы, мен өзіме жібердім. Мысалы, сауалнама адамдарға жібересіз респонденттерге. Ол поштаға келеді. Респонденттер оған, мысалға, сіздің қойған сұрақтарыңыз бойынша барынша жауап береді. Мысалға, тақырып бойынша. Жауап берілді толығымен. Отправить. Ол жауап дәл сол уақытта келеді. Диаграмма ретінде Google сізге көрсетіп береді оның барлығын. Бірақ сіздің R бағдарламасын енгізу үшін бұл мәліметті сізге Excel файл ретінде керек. Бұл сауалнаманы алу үшін одан кейін сауалнамаңызда сіздің негізгі сұрағыңыз және қалған факторларыңыз осындай түсіну білу деген сияқты ағылшын тілінде жазу керек. Ал жауаптардың барлығы кодтау керек. Өте қатты ұнады 3, орташа ұнады 2, ұнамады 1 деген сияқты. Мен көріп тұрғансыз осындай. Ол сауалнама адамдардың алғанына байланысты, солардың берген жауаптарына байланысты өзгереді. Енді сіз бұл файлды өз компьютеріңізге Excel форматында сақтайсыз. Одан соң ол сақталғаннан кейін локальный дискіге барып AV деген папка ашасыз. Оның идеясын қазір сізге түсіндіреміз. Қараңыз. Мысалы, бізде дайын шаблонда adver деген мысалға бір осындай сауалнама нәтижесі бар. Көріп тұрғаныңыздай 0-1, бұның барлығы я жоқ деген жауаптар. Оны сохранить как дейсіздер де бағана жаңа ғана осыны ашқан файлға саласыздар. Қазір бірінші локальный диск разделить запятыйға мән беріңіз. Бұл басты формат. R тек қана осыны оқиды, басқасын оқымайды. R бағдарламасы CSV форматын ғана оқиды. Бағанағы AV деген папкаға жаңағы осы файл сақтаңыздар. Ендігі кезекте R бағдарламалау. Яғни компьютеріңізге R бағдарлама басқаннан кейін A тең read деген, мен жазам қайта отырсаңыз болады өз файлыңызда. Бұл A тең read команда. Бағанаға біздің файлдың атауы adver беріледі. CSV көрдіңіз форматта. Бұл маңызды жаңа CSV разделить запятые болды ғой. Бұл осы форматтың атауы. Қалған sep дегеніміз, ол осы команданың негізгі ішінегі қойылатын шарттары, айнымалылар, тұрақты нелер. Strings as factors десеңіз, кейін false деп осындай командалық строка бірінші енгізесіз, сізде ошибка деп шығады. Шығады, себебі бұл файлы табылмады, қай жерден орналасқанын берген жоқсыз. Сіз get-vd бұл файлды іздейсіз. Бұл файлдың орналасқан жерін көрсетіп берді. Енді set-vd арқылы өзіңіз салған папка жаңағы локальный диск бар ғой, соны жазасыз мысалға. Енді жазасыз. Одан кейін сол файл орналасқан v папкасына команда, бұйрық бересіз. Табылды. Көрдіңіз, ошибка шығып тұрған жоқ. Қайтадан жаңағы команда бұйрықты бересіз. Сөйтіп тағы көрдіңіз, бұл тапты файлды. Ешқандай ошибка шығып тұрған жоқ. Енді оны құрылымын қарайсыз.
instructions str тең a деп файлға. Байқағаныңыздай біздің бағанағы Excel'дегі жауаптар иә жоқтар осында, яғни арға көшті ол. Енді ар арқылы сіз мысалға оның кестесін, яғни тейблін анықтай аласыз. Мысалға адвер белгісі, адвердің мысалға жарнаманың атауы, не осы мақаланың зерттеу нәтижесі негізгі сұрағы адвер болып тұр бізде, адвертайзинг жарнама. Кейін мысалға жарнама, ғаламтордағы жарнама. Осы жарнаманың ішінен ғаламтордағылар қанша алады екен, яғни тауар деген бұл сұрақ болды, негізгі сұрақ. Соны тейблске жауап береді, яғни 0 иә деген жауап алғандар, алмағандар. Енді хистограмм қараңыз, бұл үстінде ақауға байланысты болмады. Хистограмм дегеніміз ол қарапайым түрде графиктер сіздің берілген мәліметіңіз бойынша шығарып берген, ар арқылы шығарып берген, мысалы иә дегендер 1, жоқ дегендер 0 шығарып берген мәліметтер. Енді сізде академия жазбада жалпы мақалаңызда өзіңіздің басты керегі ол модельді анықтау, яғни сіздің бар осы зерттеу жұмысыңыздың сауалнамаңыздың сапасын алу үшін модель 1 тең JLM деп негізгі сұрақ, яғни adver, мысалға бізде adver болып тұр, сізде басқа болуы мүмкін, соған белгілеп, соған байланысты ана жерде тұрған, яғни street, advice, transport, интернет, яғни сол сияқты факторлардың барлығын жазып шығу керек сіздер. Бізде street кетеді бірінші, не бүкіл факторлар толығымен жазып шығып деді. Сосын дата, яғни данныйлар, мәліметтер тең a деген бересіз. Бұл бұйрықтың атауы командасындай family тең binomial. Барымыз мектеп кезінде өткен Паскаль ABC-ге бір жер ұқсас. Жалпы енді программалау тілі бұның түсініктіне. Одан кейін summary, суммировать, сіздің қорытындыңыз жаңағы моделіңізді ашып береді, қандай екен, сапалы екен. Сіз оған бұйрық беріңіз. Енді модель 1-ін қандай екен көрейік. Модель 1, яғни сіздің интерсептіңіз, яғни сапалы 3 жұлдыз шығып тұр. Енді факторларыңызға қарасақ, street, advice, интернет, медиа қарайық. Осылардың тек қана street пен медиада ғана кішкене нәтиже әсері бар да, ал қалғандардың әсері жоқ, жұлдыз жоқ. Олар бізге яғни бұл жақта қажет емес деген затта. Сол кезде сіз аласыз да жалпы бағана модель 1-ді, яғни енді бұйрық команда сұраққа көшіріп аласыздар. Бағанаға әлсіз, яғни осы әсер етпейтін факторларды алып тастасаңыз болады. Өйткені сіз негізгі сұраққа жауап табу керексіз. Қайсысы көше жарнамасы ма, әлде медиа жарнамасы ма? Яғни бұл жақта берілген стрит пен медиа, осыны қайсы әсер етеді көбінесе. Модель 2 дегенді ұмытпаңыздар, модель 1 табылғанға байланысты модель 2 дейсіздер. Дәл жаңағы дүниені қайталайсыз. Summary model 2, яғни модель 2 дейсіздер. Яғни модель 2. Міне. Көше жарнамасы, яғни біздің интерсепт, яғни біздің сапалы, байланыс бар. Эссені қолдануға байланыс керек. Жалпы эссені қалай қолданасыздар? Осы эсседе бағана мысалға қараңыздар. Мысалға гистограммамен жаңағы сіздің неңіз, моделіңіз. Мысалы сурет 2-де ана гистограмма сіздің бір белгілі бір негізгі сұрағыңызға жауап беріп тұр. Негізгі көрсеткіштің бірі осы. Бірінші сурет. Осыны сіздер академия жазбада өзіңіз мақалаңызда өстіп пайдаланасыз. Сол үшін сізге арбаланыс берілген. Алдарыңызда ар арқылы жұмыс істеу алгоритмі. Егер менің видеомдағы түсінген заттарым бар қатарым естеген соң, оның жалпы құрылымдық дүниесі осы, яғни осыны жазасыңыздар болады өздеріңіз үшін. Осы құрылым бойынша жалпы жұмыс істейсіздер, бұл оңай дүние. Және достар, қатып қалған ештеңе жоқ. Шулай берсең, әйтеуір бір нәтиже жетесің. Жалпы достар, қазір осы меңгерген дүниені кейінгі уақытта барынша ұқыпты, барынша дұрыс пайдаланып, оны дамытсаңыздар, сіздер үлкен нәтижеге жетеді деген ойдамын.